Жалпы мына тауар шығаратын кәсіпкерлердің үш үлкен проблема бар. Біздің мына нарықта мемлекеттің үлесі көп. Бізде қоғамда мынандай бір ұғым қалыптасқанда, отандық өнімнің импорттық бір балама өнімі болатын болса, біз импорттық тауарды пайдаланамыз. Бұл жөнінде не айтасыз? Бұл енді былай айтқанда айтады ғой, стереотип. Онда біз көркеюге көркейеміз деп ойлаймыз жалпы. Бізде Қазақстанда жаңағы өндіріс жоқ дейді. Қалай ол өндіріс көзі болады дегенде мынандай ситуацияда. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бизнес байлам подкастының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге мен Дидархан Құрманғазыұлы. Шыны керек, қоғамда жалған өндірісті тіркеу жағдайлары көптеп кездеседі. Бүгінде отандық тауар өндірушілерді анықтап, жұмыс барысын бақылауға толықтай цифрландыру енгізілмекші. Өйткені шетелден тауар алдыртып, оларға отандық тауар өндіруші деген сертификат алып алатын кәсіп иелері көбейген. Біз отандық тауар өндірушілерді толықтай анықтамайынша өз бюджетіміздің есебінен оларды байытып, экономикасын арттыра береміз. Бүгінгі шығарылымда осы мәселеге арналып, жалпы отандық тауар өндірушілерді қолдау төңірегінде өрбімек. Бүгін бізде қонақта Астана жиһаз фабрикасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Нұрлан Искалиев. Нұрлан мырза, қош келдіңіз. Енді ең алдымен отандық тауар өндіруші ұғымына тоқталсақ. Жалпы отандық тауар өндіруші деп біз кімді айтамыз? Отандық тауар өндіруші дегеніміз бұл енді Қазақстан осы біздің елімізде тауар шығаратын, немесе сол тауарды соңына қарай өңдеп шығаратын әрбір мекемені, Қазақстанның резидентін отандық тауар өндіруші деп айтуға болады. Енді ол мысалға бізде қалай? Бізде бір дұрыстырақ дәлірек айтқанда, мысалға тауар өндіргенде, тауар өндіргенде өзінің жаңағы пайызы болады. Өндірілген тауардың. Сол пайызы енді кем дегенде 70% пайыздан кем болмау керек қой жалпы. Енді мысалға біздер обрабатывающий промышленность дейді ғой, қалай еді? Өңдеу, өндірістің біздер сол салада жүрген адамдармыз. Біздің де көптеген бір өздеріміздің де проблемамыз жетеді. Соның ішінде мына шикізат мәселесі бізде қиын жағдай қазір. Мына Қазақстанда мына жиһаз шығаратын шикізат бізде бұл не ғана ламинатталған тақтай дейді, ДСП дейді. Сол бізде Қазақстанда әлі шықпай жатыр. Сол мәселені алға қою керек қазір. Соны Қазақстанда шығарсақ, бізге жеңіл болар еді. Біздер қазір мына Ресейден, Белоруссиядан, басқа жерлерден алып жатырмыз сол тақтайларды. Ал енді былай басқаша ағаш өнімдерін, басқа да өнімдерден барынша алып жатырмыз, өзімізде баршылық. Бірақ енді ең басты шикізат сол негізі. Осы отандық өндірушілерге мемлекеттік қолдау механизмдері қандай? Отандық тауар шығаратын кәсіпорындарға негізі бірталай үкімет тарапынан көптеген бар жақсы жасалған жеңілдіктер. Соның ішінде мен айтарым, қазір мына елде көптеген арнайы экономикалық аудандар дейме, зоналар дейді, сондай ашылып жатыр аймақтар. Сол аймақтарда мысалы көптеген преференциялар беріледі. Соның ішінде жаңағы жер мәселесін, жерді әншейін алуға болады. Сонымен қатар мына коммуникация бар ғой, тараптарын, соның бәрін келтіру, соны жасап береді үкімет. Бірақ оның ең басты мәселе қойып отқан олардың несі, үкіметтің, ол дұрыс ол ең бастысы сол арнайы экономикалық аймақтарда тауар өндіру керек, тауар өндіріп шығару керек. Біз сондай бір Астанадағы қала деген соның ішінде индустриалдық паркте, сол жерде біз отырмыз қазір. Бізге де үкімет тарапынан сондай жағдайлар жасалды. Оған енді мыңда бір рахмет үкіметке. Біз енді соны пайдаланып отырмыз. Сонымен қатар енді мына даму арқылы және де мына кәсіпкерлік жол картасы дегендер бар ғой. Сол арқылы сондай бағдарламалар арқылы бір пайыздары арзандатылған, аз қылып берілген сондай несиелер алуға болады. Онда біз пайдаланып отырмыз қазір. Қазір біздер мына Форте банк арқылы үлкен бір 6 миллиардтан көп миллиондаған бір кредит несие алып отырмыз. Соның арқасында біздер қазір мына өзіміздің өндірісімізді жыл сайын үлкейтіп жатырмыз. Бізде қоғамда мынандай бір ұғым қалыптасқанда, отандық өнімнің
импорттық бір балама өнімі болатын болса, біз импорттық тауарды пайдаланамыз. Бұл жөнінде не айта аласыз? Бұл енді былай айтқанда айтады ғой, стереотип. Қазақстандағы өнімдер жаңа сапасы төмен болады деген бір стереотип бар халықта. Сол стереотиптің енді қалай айтсам, оны енді қалай бұзсақ болады соны? Сол оны стереотипті қалай бұзуға болады? біріншіден ол психологиялық жағдайы бар, екінші жағынан оны қатты бұзу үшін, ол үшін біздер жыл сайын жаңа өзіміздің тауарымыздың жаңа сапасын көтеруіміз керек. Сапасын көтеруіміз керек те, сосын ол жаңа тауардың жаңа айтады ғой, тиімді бағасы болу керек. Бағасы адамға тиімділік болу керек. Қатты қымбат болмау керек, және бірақ сапасы жоғары болу керек. Соны көбейте бастасақ, сол кезде біз өзіміздің қазақстандық тұтынушылардың жаңа сеніміне кіріп, сол кісілерден, бірақ дегенмен де соңғы кезде мысалға бізде мына жиһаз өндіру жағына келгенде, жиһаз өндірушілер соңғы кезде Қазақстанда жақсы қарқынмен дамып келе жатыр. Бұрынғыдай мысалға әсіресе мына ас үй жиһаздарын осы Қазақстанда көбі осы жерде жаңа тапсырыс беріп жатыр. Сол сияқты мына басқа да мына мемлекеттік сатып алу мәселесі бар. Сол кезде біздің Қазақстанның өндірушілерінің көпшілігі сол жиһаздар жасап жатыр. Жалпы былай өсім жаман емес біздің саламызда. Басқасын айтпай-ақ қояйық, дегенмен де бізде бар, жақсы жаман емес. Осы елімізде отандық тауар өндірушілердің бірыңғай тізілімі іске қосылмақшы, яғни реестр дейміз ғой. Тізілімде республикада өндірілетін тауарлар, оларды өндірушілер, қызмет түрлері, тіпті жаңа жұмысшылар саны да бар, өндіріс көлемі туралы толықтай ақпарат болады. Осы жаңа жүйеге сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен бұл мәселені осыдан бір 12 жыл ма, 15 жыл бұрын айтқанмын негізі. Осындай реестр жасау керек деп айтқанмын, өзім айтқанмын оны. Атырауда не болды, үлкен жиналыс. Сол кезде әкімнің қатысуымен, сол кезде мен айтқанмын, негізі сондай жасау керек деп. Енді көрдіңіз бе, 12-15 жылдан кейін соған келіп отырмыз. Ол міндетті түрде істеу керек. Неге дейсіздер ғой? Себебі мысалға қалай, бізде Қазақстанда біз өзіміздің жаңа күшімізді, өзіміздің жағдайымызды біліп отыруымыз керек. Оны білмей отырып, біз жаңа айтады ғой, стихийный жұмыс жасау дұрыс емес ол. Негізі, ал мынау қазіргі айтылып жатқан мәселе, мына реестр жасаймыз деп жатыр ғой, мына Қазақстандағы тауар өндірушілердің өте орынды, өте керек нәрсе. Сосын қазіргі таңда бізде бір жағынан мына сертификаттарға келсек, сертификат СТКЗ деген бар, сосын индустриялық сертификат деген бар. Осы екі сертификат бірін-бірі бір-біріне қайшы да емес, бірақ екеуінде алуға тура келіп тұр да қазір. Бұның бәрі ақшамен алынады. Бұның бәріне көптеген уақыт кетеді, қаражат кетеді. Мысалға жаңа көтеріліп бері жатқан өндірушілерге ол ода бір жағынан қаражат жағынан қиын. Ал енді қазіргі мына үкіметтің бізге беріп жатқан мына жаңа идеясы дұрыс деп есептеймін. Қазақстандық өндірушілердің реестрін жасау керек. Енді оған мен қосарып айтарым, ол реестр жасалғанда, ол реестрге кіретін өндірушілердің әртүрлі деңгейдегі категорияларға бөлу керек. Мысалға бір 500 метр шаршы метр жасап жатқан өндіріс бар, 5000 или 50 000 шаршы метр жасап жатқан өндіріс бар. Бұның бәрін бір деңгейге қоюға болмайды. Сондықтан да жаңағы реестр жасаған кезде ауқымына, көлеміне шығарып жатқан тауарына қарап, негізі сондай бір дәреже берген дұрыс, рейтинг дәреже. Сонда жаңағы қандай көлемде екенін біз көріп отырамыз. Мысалға кейбір өндірушілер мысалға көптеген өздерінің қаражаттарын салып, үлкен дәрежеге жетіп жатыр. Біреулер тек жаңа бастап жатыр. Сондықтан да жаңағы деңгей болса, ол бізге қарап сұрыптап отыруға керек. Сондай болған дұрыс деп есептеймін жалпы. Мысалы, шетелден жаңағы киім болсын, басқа да бір өнімдерді, шетелдік өнімдерді Қазақстанға алып келеді де, жаңағы біз айтып отырған сертификаттарды сатып алып, одан кейін оны отандық бір өнім ретінде беру жағдайлары да көп кездеседі. Бұл жөнінде не айта аласыз? Ондай жағдайларда енді бұл айтқанда бұл қылмыс қылып қарау керек қой, бұған қылмыс. Себебі бұл қылмыс қой енді. Алдау деген бұл деген. Сондықтан да ондай мәселелерге өте құқық қорғаушы органдардың жұмыстары ғой негізі жалпы. Біздің енді оған уақытымыз да жоқ, біздер енді өзіміздің жұмысымызды жүреміз. Әр адам әр ұйым өзінің жұмысымен шұғылдану керек. Құқық қорғау органдарының жұмыстары. Олар қарау керек соны.
негізі бұл деген мемлекеттік сатып алу мәселесі болатын болса, бұл нағыз үкіметті алдау ғой, халықты алдау болып есептеледі. Сондықтан да бұларға жаңа өте қатты заң бойынша қатты қадағалау керек. иә қабылдану керек бұл нелер. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы енді бұл жерде қалай импорттық товар келіп жатыр бізге. Бізде мынандай проблема бар қазір Қазақстанда. Қазақстанның проблемасы біздер мына Ресей мен Қытай халық республикасының ортасында отырмыз ғой. Біздің проблемамыз қалай? Қытайдан өте арзан бағалы товарлар келеді. Ал Ресейден біз қазір шекарамызды ашып қойдық. Ресейден товарлар келіп жатыр. Шекара ашық дегенде образно айтылған сөз ғой енді. Шекара ашық, жаңа Евразиясқа кіріп отырмыз. Сондықтан да ешқандай жаңа кедендік импорттық пошлина жоқ. Соның кесірінен жаңа ол товарлар бізге кіреді. Сондықтан да біздің отандық товар өндірушіге өте қиын қазір көтерілуге. Себебі жаңағы бәсекелестік өте үлкен. Сондықтан да бұл жерде қалай? Біздің енді менің ойым жалпы негізі әрбір мемлекетті қарасақ, қалай олар неткендер, кәсіпкерлердің қалай көтерілген товар өндірушілер. Олар жаңағы басқа елден келетін товарларға жаңа пошлина қойып, мына өзінің отандық өндірушілерін көтереді негізі. Енді бізде сондай мәселе жоқ. Бізде енді соның кесірінен бізге енді үлкен бәсекелестік. Ресей мен Қытаймен бәсекелесу өте қиын. Қытайдың енді білесіздер мемлекеті қандай? Миллиард 300 миллион бар нарықта, олар енді қандай көлемде болса олар шығара береді. Себебі өзінің ішкі жаңа сұранысы жетеді оның Қытайдың. Ол ішкі сұранысқа жасап шығарады. Содан кейін ол шығарғаннан кейін оған жаңа басқа елдерден де келіп ала береді мысалы. Олардың бағалары өте тиімді. Сондықтан да бізде, егер де біз Қазақстанның өндірушісін көтерейік десек, онда жаңағы көптеген жаңа айтып отқандай беріліп жатқан преференцияларды нақты жаңа орынды қылып беру керек. Бірақ дегенмен де мысалға біздер айтамыз ғой, мына экономикалық жаңа арнайы аумақтар ашылып жатыр ғой. Солар ашылғанда оған кіру үшін сол жерде үлкен конкурстар болу керек. Конкурс деген не? Мысалға аймақ ашылады. Мысалы 600 гектар жер. Соны бөліп бергенде оған тек қана жаңа қолынан іс келетін, жаңа инвестициясы бар, тәжірибесі бар, сондай адамдар алу керек. Жаңа ақа көкемен алып кететін де жағдайлар да болады. Сосын ол аймақтар уақытында іске қосылмай қалады, тұрып қалады деген сияқты. Оның ішінде енді неде бар, коррупция да бар деген сияқты. Соның бәрін жою керек бізде. Қазақстан егерде дамығымыз келсе, біз коррупцияны бірінші ретте жоқ қылуымыз керек. Енді оны түпкілікті жоқ қылу мүмкін емес. Бірақ дегенмен де оған нақты түрде күресу керек. Осындай мысалға жерлер берілгенде, жаңа басқа да бір жағдайлар жасалғанда бәрі әділ болу керек. Әділ болғанда, әділдік бар жерде жақсы дамиды, өндірісте жақсы дамиды. Түсінесіз ба? Сондықтан да бізде енді біздің мына Қазақстанның ең бір көп мәселелердің бірі сол әділдік керек. Сосын мына бізде жаңа жалпы мына тауар шығаратын кәсіпкерлердің үш үлкен проблема бар. Бірінші проблема бұл енді тауарды жаңағы сату мәселесі. Тауарды жаңағы тапсырыс алу мәселесі. Сол қиын мәселе. Егер де тауарды жаңа сатып алып отырса, или жаңа біздің мемлекеттік сату не бар ғой, мемлекеттік сатып алу несі, сол мәселесі. Оны да әділ жасау керек. Онда да бізде көп проблема көп мысалға. Соның бәрі әділ болса, жеңілдеу болады. Екінші мәселе, бұл мәселе жаңа айтып кеттім, несие мәселесі. Ақша, қаражат көзін алу керек. Қаражат көзін біз қайдан аламыз? Біз жаңа екінші дәреже банкке барып содан сұраймыз. Ол банкі бізге оны ақшаны арзан бере алмайды. Себебі бүгін ғана жаңа қарадым, 7 март күні бізде жаңа мына не дейді ғой, базовый ставка дейді ғой, ұлттық банкінің қойып отқан. Соны қазір 16,5%-ке қазір көтеріп жіберді. Бұған дейін 15,5% болып тұрған. Қазір 16,5 болып кетті. Бұл нағыл деген сөз. Егерде бұл ұлттық банкінің қойып отқан ставкасы 16,5% болса, бұл пайыздан банкілер сондай пайыз қойылғаннан кейін, ол өзінің жаңа үстіндегі табатын ақшасын қойып, олар жаңағы несиеде қымбат болады деген сөз. Түсінесіз ба? Ол енді уже арзанға бере алмайды деген сөз банкілердің. Негізгі мәселе ол не үшін жасалынады?
базалық ставканың көтеріп отқан себебі мына ұлттық банкінің бұл жаңа инфляцияға қарсы күрес. Инфляция бізде қазір болжап отырады да, сол инфляцияға көтерілгеніне байланысты февральда 9,5% көтерді деген әңгіме болып жатыр. Соған байланысты бұлар да көтеріп отырады. Көрдіңіз бе? Базалық ставка көтерілгеннен кейін банкілерде арзан несие бере алмай қалады. Сол кезде сондай проблемаға түседі адамдар. Енді үшінші мәселе бұл кадр мәселесі. Өте жаңа айтып кеттім, кадр мәселесі өте қиын. Біздерде жаңа инженерлер жетіспейді мамандар. Сол мамандарды даярлау, оларға бір жаңа мен ойлаймын, тіпті үкімет егер сол инженерлікке оқыса, соны оқыған жігіттерге жаңа қыздарға жаңа әншейін оқыту мәселесін, мысалға мамандарды, жұмысшы мамандарды оқытқанда әншейін оқытып, соған жаңағы стипендия төлеу мәселесіне қарауға болады. Себебі біздің қазіргі жағдайымыз өте нашар, өте күрделі жағдайда тұрмыз қазір. Маман жоқ. Мына Астанада жаңағы бір мамандар іздейсің, бәрі Астанаға келеді жаңа. Әрбір адамның бір амбициялары бар жаңа, бірдеңе жасаймын дейді. Немесе жаңа коммерциямен шұғылданамын деген адамдар көп та. Ал былай нақты жаңа стабилдік түрде жаңа жұмыс жасау деген адамдар аз. Мысалы импорттық тауарларды шектеу дейміз. Әрине енді мемлекет тарапынан болсын, жалпы қоғамда болсын, біз импорттық тауарлардан бірден бас тартып, бірден оларды шектей алмаймыз. Келісесіз ғой? Өйткені ол бәсеке керек, ол жаңағы бір отандық өнім де болу керек деген сияқты. Енді былай қарасаң, енді қарапайым жаңа дүкендер алатын болсақ, жаңағы бір жеңіл өнеркәсіп алайық, киім өндірісін алайық, киім, одан болса жаңа материалдарды алайық. Шетелдік арзан тауарлар толып тұрады, оның қасында біздің отандық сапалы өнімдер де тұрады. Бірақ білмеймін, жаңағы шетелден келген тауарға, шетелден келген өнімге біз бір басымдық беріп отырамыз. Жалпы үгіт насихат жұмысын да жүргізу керек. Ол да керек бізге, онсыз да болмайды жаңа. Себебі мына қалай айтсам, мына біздің азаматтар, Қазақстан елінің азаматтары бір нәрсені түсіну керек. Мына жаңағы ішкі ұлттық внутренний валовый продукт дейді ғой. Жалпы ішкі өнім. Иә, жалпы ішкі өнім. Жалпы ішкі өнімнің жаңағы көлемі өскен сайын ел байиды, халық байиды. Соны түсіну керек бізге. Біздер егерде неғұрлым көп өнім шығарамыз, ішкі өнім, соған байланысты біз халықта елде байиды. Ал енді біз енді өне бойы ана мұнайға қарап, мұнайды сатып, сол мұнайдың арқасында өмір сүре береміз деген дұрыс емес. Ол мұнайда уақытында таусылуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде үгіт насихат жұмыста жүру керек. Әрбір азамат ішінде өзі патриоттық сезім болса, мүмкіндігінше ұлттық өнімді алған дұрыс. Ұлттық өнімді соған жағдай жасау керек мүмкіндігінше. Сондықтан да бұл жерде енді жаңа мен айтып кеттім ғой. Біздерде бір жағынан өзіміздің өнімімізді сапалы жасауға тырысуымыз керек. Соның сенімді алуымыз керек халықтың. Ал енді жаңа сіздер айтқандай жаңа тыйып тастау, басқа жақтан кіргізбеу деген ол болмайды. Себебі мен өзім заңгермін жаңа. Жалпы әр адамның құқығы бар. Мысалға бір адам жаңа итальяндық бірдеңені алғысы келеді мысалға. Оның құқысы ғой алуға. Сондықтан да ол құқыққа біз ешқандай қарсы шыға алмаймыз. Әр адам өзінің жаңа таңдауы бойынша, өзінің жаңа жағдайы бойынша алады. Сондықтан да ол дұрыс. Бірақ жаңадай жаңа отандық өнімнің сапасын көтеріп, оның жаңағы халықтың алуына септігін жасауға, оған үкімет те, жалпы қоғам да жұмыс жасау керек. Сондай жағдайлар жасалса, соның бәрі іске қосылса, біздің жаңа адамдарымыздың да сана сезімі соған өсіп, соған келіп жатса, неге о да болады деп ойлаймын. Жалпы болашақта соған жүруіміз керек, сол жолға қарай жүруіміз керек бәрімізде. Астана жиһаз фабрикасы туралы айта кетсеңіз, жалпы жиһаздың қай түрін шығарасыздар? Және штат, жұмыспен қамту мәселелерін қозғап өтсек. Біздер енді бұл жерде біздер мына жиһаз болғанда біз корпустық жиһаз, сосын мына металдан жасаймыз. Жақында ғана осы металл цехын аштық біздер. Сол металдан жасаймыз. Мысалға мына қазір біздер мына айтып кеттім ғой жайлы мектепке жұмыс жасап жатырмыз. Қазір мына жаңадан шығарылып жатқан жаңа нелер бар. Мектепке жаңа парталар нелер шығарып жатырмыз. Заманауи жаңа металдардан әдемі жаңа бұрынғы Советтер одағы кезінде қалған парталар әлі тұр ғой біздің мектептерде жаңа. Андай 4-3-ті жаңа темірден жасалған. Біздер ең бірінші 98 жылы ана ғасырда Атырауда жиһаз фабрикасы ашқанбыз. Иә, содан мына Астанадағы жиһаз фабрикамыз 14 жыл салып біздер қостық іске. Жалпы енді тәжірибеміз бар.
Бірақ дегенмен де бұл өндіріс саласында жұмыс жасау өте қиын. Оған енді білім керек, оған жаңағы тәжірибе керек, оған жаңа айтқандай несие керек, ақша керек, қаражат керек. Біз айтамыз ғой, сананы өзгерту керек деп. Сананы өзгерту үшін жалпы мен ойлаймын, мына біздің Қазақстанның мектептеріндегі мына осы Советтер одағынан қалған парталардың да бәрін алып тастау керек. Соның бәрін өзгерту керек. Мына келген бала, оқуға келген бала нені көреді, қандай ортада жүреді, соған байланысты оның да сана сезімі қалыптасады. Түсінесіз бе? Сондықтан да тіпті алыс ауылда да мына сондай бір жақсы жағдай жасау керек балдарға. Балдар енді біздің болашағымыз ғой енді. Олардың сана сезіміне бәріне жағдай жасау керек. Жақсы жағдай жасалса, мұғалімдерге де сол жерде жұмыс жасау өте тиімді болады. Балдарға да жақсы білім алады дегендей. Мен ойлаймын, жалпы мына осы жайлы мектеп программасы өте орынды іске қосылды енді. Енді ол бірінші 401 мектепте, сосын 360 мектепте соған дейін түсті. Бірақ дегенмен де өте көркем, өте тамаша, өте жақсы бағдарлама. Халықтың болашағы мына жастар үшін, балдар үшін жасап жатырмыз. Мысалы, жайлы мектеп жайлы бұрында 100 мектеп, 100 аурухана деген бағдарламалар іске асты. Одан бөлек те мектеп құрылыстары жүріп жатыр. Енді осы жобаның, жайлы мектеп жобасының бұрынғы жобалардан ерекшелігі неде? Бұрынғы жобаларға қарағанда бұл жобаның ерекшелігі, бұл жерде үкімет оның көлемінде, бірінші көлемінде. Алдыңғы 100 деп жатыр енді. 100 мектеппен енді жаңа айтып отқандай 400 мектеп енді көлемі белгілі ғой. Бірінші көлемі жағынан, екінші жағынан бұны енді үкімет өзінің жаңағы бағдарламасы қылып енгізді ғой енді. Сондықтан да бұл жерде тек қана мектепті ашып, мектепті балдар етіп қою емес, сонымен қатар мына Қазақстанның мына өндіріс саласында жұмыс жасап жатқан біз сияқты мекемелерге мүмкіндік береді. Бұл жерде мультипликациялық не дейді ғой, не болады деп септігі тиеді, мысалы экономиканың өсуіне. Сол сияқты мына жиһаз шығарып жатқан, сол сияқты. Мен негізі енді бұл бағдарлама іске қосылғанда көптеген қателіктер болды. Сол қателіктердің біреуі оның проектілерін жасағанда мектептердің негізі қазір үкіметтің атынан Самұрық Қазына Констракшн тапсырыс беруші болып отыр. Бұларға негізі басында белгінде типовой проектілерін өздері жасаңдар деп айтылған еді бағдарламада. Бірақ олар енді құрылыс компанияларын өздеріне беріп қойды. Бұлар соның кесірінен бұл созылып кетті проект. Біріншіден, екіншіден сосын бұл жерде негізі мен ойлаймын, жалпы үкімет егерде бұған барлық түрде жан-жағынан келгенде басқаша жасауға да болатын еді. Себебі мына мектептерге қоятын мысалы сол жиһазда, мектепке қоятын сол компьютерлерде басқа да құрал нелері, спорттық товарлар деген сияқты. Соның бәрін отандық товар өндірушілерден аламыз деген бағдарлама жасап, сондай өнім көздерін ашып қоюға да болады енді сол. Және де сол мектептерде қазір қалай істеп қойды? Қазір орысша айтқанда под ключ дейді. Құрылыс компанияларына беріп қойды. Құрылыс компаниялары өздері алып жатыр. Бұлар енді құрылыс компанияларының методтары белгілі ғой. Бұлар құрылысқа барлық ақшаны салады да, ең соңында қалған ақшаға сол нені жабдықтайды мектепті. Соны экономить еткісі келеді содан ақшадан. Ал енді былай қарағанда бұны басқаша қылып істеуге деп жатыр. Бұны салу мәселесі, құрылыс салу мәселесі құрылыс компанияларға беріп, ал мектепті жабдықтау жағына бөлек конкурс жариялап, олар арқылы басқа да осындай өндірістердің көздерін өздеріне бергенде тікелей, сол кезде онда жақсы болады еді негізі, менің ойымша. Біздер ол негізі басында болғанда біз оны айтқанбыз бәрін. Бірақ біз енді сол айтқанымыз өтпей қалды енді. Солай болып кетті енді. Ал қазір бәріміз сол құрылыс компанияларға сол тәуелді біз соларға. Ең бастысы мүмкіндік беру керек отандық өндірушіге. Мүмкіндік беру керек, оның кішкене кешірімді болу керек, кейбір жерлерін оны қайтадан түзеу керек деген сияқты. Сөйтіп өседі ғой өндірістер. Тек қана шашал дегенде басалып жүрсек, онда не болады, онда дұрыс емес қой. Мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осы ретте еңбек адамы жұмысшы мамандықтардың тартымдылығын қалайша арттыруға болады? Және сіздің өндіріс орнында бұл жұмыс қалай жүргізілуде? Өте жақсы бұл бастама. Себебі біздер шын айту керек. Біздер мына нарықтық экономика көшкелі бері жұмысшы мамандықтардың абыройы дейміз бе, олардың осы елге қосып жатқан үлестері атаусыз қалды, шын айту керек. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы
қазір өндіріс көзін ашып, оны жаңағы елде жаңа тауар көздерін көбейту мәселесі бұл ең бірінші сол жұмысшылармен байланысты. Жұмысшы жаңа мамандықтардың жаңа беделін, олардың жағдайын көтеру мәселесіне атсалысу керек. Енді ол жаңа қалай айтады, біздер енді өндіріс болғаннан кейін біздер жұмыс жасайтын адамдарға қалай істейміз? Біздер жаңағы жұмыс жасағанына байланысты. Біздер жаңа барынша әділ қаражатын, ақшасын төлеуге тырысамыз. Кім қанша еңбек жасады, соған байланысты. Біздің жұмысшыларымызда минимальный жалақылары бар. Сонымен қатар жаңа қанша шығарса, көбірек шығарған сайын, олардың жалақысы соған байланысты көбейеді ақшасы. Сонымен қатар мен өзім жаңа бір не шығарып қойдым, жаңа мына Қазақстанда енді демографияны ойлау керек қой. Сол мына егерде бір 18 жасқа дейін балдар болса, әрбір семьяда, біздің жұмысшымыздың, біз әрбір балаға бір 10 мың теңгедей ақша төлейміз. Жалақыдан басқа. Балаларына. Жалақыдан басқа. Мысалы 6 баласы бар адамдар бар бізде жаңа. 5 баласы бар адамдар бар. Солар 50-60 мың жаңа жалақы үстіне қосып алады. Біз сондай не шығарып қойдық та. Өзінің ішкі біздің бұйрығымызбен. Жалпы енді біздер енді айтамыз ғой енді. Патриот болғымыз келеді ғой бәріміз енді. Осы ел үшін жұмыс жасаймыз деп жаңа. Біздер енді шын айтсақ, біз өзіміздің жаңағы керек қаражатымызды бәрін уже осы күнге дейін біз уже тауып қойдық. Бірақ дегенмен де осы елде жаңағы өндіріс көзі ашылсын, өндірістер көп болсын, өзіміз өнім шығарайық. Біз кімнен кембіз қазақ дегендей. Сондай мәселемен жүрген адамдармыз шын айтқанда. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы қазақ елінің күшеюі, қазақ елінің көтерілуі тек қана сондай ел сүйгіштік, отан сүйгіштік сезім болу керек әрбір қазақта. Сондай немен ғана біз ғана өзіміз елімізді көркейте аламыз. Тек қана сол сезіммен жүрмеу керек. Сонымен қатар жаңа жұмыс жасау керек, соған іске кірісу керек, соны жасау керек қой. Сондықтан да мен ойлаймын, жақында бір жерден көріп қалдым. Мына бізде бір ұғым бар жаңа. Өзбектер еңбекқор, қазақтар еншек деген. Өте дұрыс емес сөз осы. Өте дұрыс емес. Біздің жігіттеріміз, бізде жұмыс жасап жатқан жігіттеріміз бәрі еңбекқор мысалға. Біздер андай еншектер ұстамаймыз, шын айтайын. Жалпы жағдай жасау керек. Жұмысшыларға жағдай жасау керек, халыққа жағдай жасау керек. Жағдай болса жасайды жұмыс. Және де алып отқан жалақыларында әділ төлеу керек. Әділ төлесектер, онда соны стимул болады адамдар жұмыс жасауға. Содан жаңағы бір жауабында біреу айтып қалды өзбек халқына ешқандай неміз жоқ енді. Айтылған сөз ғой енді. Шын айту керек, өзбек халқы шында да ол кетпенін алып, таңертең таңғы 5-те шығып жұмыс жасайды. Оның сөз жоқ ол. Сондай халық. Еңбекқорлығы зор. Сонда бұдан да әңгіме айтты. Өзбек халқы қолмен еңбекқор дейді. Қазақ халқы интеллектуал жағынан еңбекқор деген әңгіме айтылып қалды сол жерде. Мен соған толықтай келісемін. Жалпы бізде қазақтарда, мына интеллектуалдық түрде біздер еңбекқорлығымыз бар біздің жалпы. Мына біздің бір жақсы бір қасиетіміз қазақтардың, біздің ата-анамыздың да, біздер де қазір сол кейде жүрміз өзіміздің балдарымызды оқытуға тырысамыз Қалған соңғы ақшамыз болса, сол баланы оқытуға тырысамыз. Сол емес пе? Сондай бізде сондай бір не бар, жақсы қасиет қазақ халқының. Соның арқасында біз де оқып қалдық кезде, әке-шешеміздің сол қасиетінің арқасында. Енді қазір өзіміздің балдарымызды оқытып жатырмыз. Білім беру біз міндеттіміз балдарымызға, не білеміз. Ал енді олар енді ары қарай ол жаңа айтқандай патриоттық сезім болып, елін сүйгіш сондай сезімдер болып, осы ел үшін жұмыс жасаса, онда біз көркейеміз деп ойлаймын жалпы. Штат мәселесі қалай өндіріс орындағы? Штат мәселесі енді бізде енді қазір былай болып жатыр. Бізде бір жаманы, біздің қазір өндірістің бір жаманы. Бізде тұрақты, стабильді тапсырыстар жоқ бізде. Біресе көп болады да, біресе түсіп кетеді. Біресе көтеріледі. Сондай неде жүрміз біздер. Өндірушінің жағдайы өте нашар, қиын. Сондықтан да бізде қазіргі жылдың басы басталғанда бізде несі азайып кетеді. Тапсырыстар азаяды. Сосын мына марттан апрель, майға бастап бірдеңелер көбейе бастайды. Сондықтан да бізде жұмысшыларды енді барынша ұстап отырамыз. Бізде ең мамандар, негізгі мамандардың, біз бәрін оны ұстап отырамыз. Барынша қол тиіміз, өзіміздің складымызға жұмыс жасаймыз, соған қоямыз, тауарлар жасай береміз. Ал бір үлкен тапсырыстар түсіп кеткенде тағы да басқа жақта адамдарды тағы да алып, көбейтеміз штатты. Енді ол біздің неміз ғой, өзіміздің саясатымыз. Онсыз болмайды енді. Сондықтан да қазір негізі
жалпы біздерде 2 сменамен жұмыс жасап жатырмыз. Біздерде где-то сол 50 адамдай жұмыс жасайды қазір. Иә, 2 сменамен сол. Енді бірақ енді мен ойлаймын, жалпы негізі қазіргі таңда біздер жаңағы өндірістің мәселесі жақсы болып көтеріліп, жағдай тапсырыстар көп болса, өндірістің несін көтере беруге біз дайынбыз. Маған қазір біреу келіп миллиард теңгеге жаңа көп тауар аламын десе, біз шығарып отқанбыз. Біз сол кезде мұны жаңа үлкейту мәселесі бізге қиын емес. Біз оны үлкейте аламыз. Қазіргі заманда, қазіргі таңда тауар шығару қиын емес. Шынына келгенде. Ең бастысы сату. Сату, тапсырыс алу, соны сол шығарып отқан тауарыңды жіберу жаңа, сатылымға жіберу. Сол жағы қиын болып тұр қазір. Біздің қазір жиһаз фабрикасында біздер жаңағы вахталық әдіспен жұмыс жасап жатырмыз. Біздер ана бұрын атырауда жасаған жігіттерім менің бірге 25-30 жыл болды бірге жасап кеткен жігіттеріміз. Солар вахтовый методпен келіп жұмыс жасайды, вахты тәсілмен. Басқа қалалардан келеді, Қызылорда, Атырау, Орал деген сияқты. Шымкент, Тараз, сөйтіп жан-жақтан келеді бізге жұмыс жасауға. Бір күн жаңа келіп кетуіне кетеді, айына 20 күн жұмыс жасайды 12 сағаттан. Сосын 21 күнге демалуға кетеді. Екінші уақытта келеді, екеуі ауысып тұрады. Біздер сол өзіміздің адамдарымызға сол жаңа қонақ үйде түрлі жаңа жатақхана салып қойдық. Әрбір бөлмеде өзің жаңа душевоймен бәрімен жасап жатырмыз, жасап қойдық қазір. Сондай социалдық әлеуметтік мәселені де шешіп жатырмыз енді қолымыздан келгенше. Бізде Қазақстанда қазір осы мәселені көтеру керек жаңа. Инженерлер өте аз бізде. Мысалға мына сондай бір өндіріс көзін ашып жатсаң, сондай мамандар табу өте қиын. Себебі екінің бір юрист пен экономистер жаңа, ал енді өндірісте жасайтын мамандар өте аз. Сонымен қатар мына жұмысшы мамандықтарында да өте аз кісілер. Мысалға мына Астанада мен келдім, осы Астанаға көшіп келдім де Атыраудан. Бірақ дегенмен де осы Астанада проблема. Кадр мәселесі өте қиын. Сондықтан да осы мәселелерді жалпы үкімет тарапынан соны айтар едім жаңа, сол мәселені көтеру керек. Жалпы біз өндірістік мемлекетте тауар көп өндіретін елге айналамыз келсе, сондай кадрларды көп дайындау керек. Соған көп көңіл бөлу керек. Жұмысшы жаңа бүгін қазір президент айтып отқанда дұрыс. Жалпы жұмысшының жаңа мамандығын оны жаңа жоғарыға көтеру керек. Себебі жұмысшыларсыз, инженерлерсіз ондай өндіріс көздерін ашу, оны жаңа қолға алып жұмыс жасатқызып отыру өте қиын. Еңбек адамы жалпы енді сіздің өндіріс орындаған емес, жалпы еліміздегі еңбек адамы жаңағы жұмысшы мамандықтардың тартымдылығын қалайша арттыруға болады? Бір глобалды бір масштабта ойласақ. Енді ол оның мәселесі жалпы әрине жүйе керек болған, жүйелі жұмыс қажет. Жүйелі жұмыс бір жылдықтан бір айда шешілетін нәрсе емес. Ең басты мәселе сұраныс. Егер сұраныс болса, сен шығарып отқан тауарыңа, сен сол сұраныстың арқасында, жаңа сол сатылымның арқасында жұмысшының жағдайын одан сайын күшейте беру керек. Өзімнің тактикаларым бар, жасап қойған. Барынша қолымыздан келгенше жаңа біз жасаймыз, көтереміз жұмыстың жағдайын. Себебі біз оны түсінеміз ғой жаңа. Әрбір жұмысшы келіп бізге жұмыс жасап жатқан. Ол өзінің отбасын асырап отыр, отбасының жаңа жағдайын жасап отыр. Сондықтан да бұл жерде қандай, енді былай басқа мәселе, үлкендік мәселемен айтқанда, қалай не істеуге болады деген мәселені айтайық. Менің ойымша жұмысшы жаңа мамандығының беделін арттыру деп айттым мен. Беделін қалай арттыра аламыз деген әңгімеге келейік. Беделін қалай арттыру деген сөз, бұл жаңағы жұмысшы өндіріс жасап отқан жұмысшылардың жағдайы жаңа сол жұмыс беруші кәсіпорынның басшыларына да байланысты болады. Сонымен қатар жаңа айтып отқандай жаңа сұраныс болса, жақсы жаңағы қаражат түсіп тұрса, сол шығарып отқан өндірістен. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда Атамекен ұлттық палатасының рөлі қандай деп ойлайсыз? Жалпы мен ойлаймын, енді Атамекен енді біздің енді өзіміздің палатамыз ғой енді. Бұл жерде Атамекеннің істеп жатқан жұмыстары енді мен ойлаймын бірталай жұмыс жасалынып жатыр жалпы. Оны көбі көрмейді, көбі білмейді. Мысалы біз енді оны ақпарат арқылы, сондай нелер арқылы бәрін көріп отырмын, мен біліп отырмын. Өзім заңгер болғасын, өзім жаңа салық мәселесін жақсы білемін. Сондықтан да мен жалпы ойлаймын, бізге жаңа кәсіпкерлікке не керек бізге? Бізге ең бастысы, егерде қаржы мәселесі Қазақстанда қолжетімді болса, жасайтын кәсіпкерлікке, онда кәсіпкерлік те көтеріледі. Біздің ең үлкен проблемамыз сол.
қаржы жаңа біріншіден қымбат, екінші жағынан ол жаңа қаржы аз, көлем аз. Жаңа мына не арқылы беріп жатқан жаңа даму арқылы беріп жатқан. Мына екінші дәрежелі банктердің жаңа көбі оған оны беруге қатты қызығып отқан жоқ. Себебі жаңа өте қиын. Ондай мысалға кәсіпорын ашып жатса, жаңа сауда саттық болса алуға болады ондай пайызбен. Өндіріске ол өте қиын. Ал жалпы мен біздер Атамекенге ризамыз. Атамекенде осындай біздің платымыз бар болғанда шүкіршілік әйтеуір. Соның арқасында біздер көптеген өзіміздің мәселемізді осы жаққа шығарамыз. Осы арқылы мысалға мына Астанадағы ассоциация арқылы, филиал арқылы біз жұмыс жасап отырмыз. Енді сіздің ойыңызша ішкі нарықты күшейту және қазақстандық өнімге деген сұранысты қалайша арттыруға болады? Ол енді сапалы товар шығару керек, көп көлемде шығару керек, халықпен жалпы қоғаммен жұмыс жасау керек. Ол жаңағы Қазақстанның өнімін алуға жұмыстану керек. Ол жаңағы әрбір Қазақстанның өніміне салынған ақша, ол жаңағы өзіміздің елімізге салынған ақша ғой. Сондықтан да ол жерде жаңағы психологиялық тұрғыдан да барлық жағынан жұмыс жасау керек бізге. Ең бірінші біздер жұмыс жасауымыз керек, дұрыс. Товар өндіретін адамдар, біз сапалы өнім шығаруымыз керек. Сонымен ғана алуымыз керек, сеніміне кіруіміз керек. Үкіметтің, мемлекеттің біздің нарықта неміз көп әлі, үлесі көп. Самұрық қазына дейміз, бәйтерек дейміз, басқа да көптеген бәрі әлі үкіметтің несінде тұр, мойнында тұр мысалы. Соның бәрі мүмкіндігінше, бәрін емес, мүмкіндігінше жеке меншікке ауыстыру керек. Жеке меншікке ауыстыру керек. Сосын мына баға мәселесі бар ғой. Баға мәселесі. Сол баға мәселесіне үкімет кірісе бермеу керек жаңа. Мысалға біз айтамыз, нарықтық экономика жасаймыз дейміз де. Бір жағынан оны айтамыз да, бір жағынан жаңа оны өзгертіп отырамыз жаңа. Бағасын тежейміз жаңа. Басқаша бірдеңе жасаймыз жаңа. Оның бәрі дұрыс емес. Нарықтық экономика жақсы даму үшін оған не істеу керек? Ол үшін жаңа үкіметтің мемлекеттің қатысуын азайту керек. Контроль не жасап отыру болады ғой. Мүмкіндігінше жаңағы жеке меншіктерді көбейту керек. Мемлекеттік меншікті азайту керек. Сосын жаңағы бағаға көп кіріспеу керек. Жаңағы кәсіпкерлерге сену керек, беру керек. Кәсіпкерлер өздері істеу керек. Сол мәселенің бәрін. Сосын жаңағы сол кезде біз жаңағы инфляция да азаяды. Сол кезде жаңағы мысалға мені қараңыз. Сіз мысалы кәсіпкерсіз, Дархан? Сіз кәсіпкерсіз. Сіз бір проект таптыңыз. Соны жасағыңыз келеді. Сіз қазір мысалға сіз өндіруші болғыңыз келеді мысалға. Бір товарды өндіргіңіз келеді. Енді сіз ол товарды өндіру үшін сізге не керек бірінші? Сізге команда керек, сізге проект керек, сізге жаңағы қаражат керек. Ал сіз қалай істейсіз оны қазір? Жаңа айтып отқан команда деген жаңа инженерин керек, жаңа мамандар керек. Ол жаңа бізде проблема. Екінші қаражат керек. Сіз қазір банкке барасыз, екінші дәреже банкке. Олар сізге ақша бермейді, қаражат бермейді. Айтады, сізде қандай тарихыңыз бар ма? Жасап отқан бір неңіз бар ма? Жасап отқан жеке меншік бір кәсібіңіз бар ма? Оның ішінде қандай айналыс болып жатыр деген сұрақтар қояды сізге. Сізде ол жоқ. Сондықтан сіз оны ары қарай қаражат ала алмайсыз. Мамандар да жоқ. Сосын бізде бәрі тұрып қалады. Біз енді біз айтамыз, сосын бізде Қазақстанда жаңағы өндіріс жоқ дейді, өндіріс көзі жоқ дейміз. Қалай ол өндіріс көзі болады егер мынандай ситуацияда? Көріп отырсыз ба? Ешқандай жағдай жоқ, жағдай. Ал ол жағдайдың бәрін жасау үшін ол сол үкіметтің міндеті. Үкіметтің міндеті сонда. Сол жағдай жасау керек. Оның басты міндеті жағдай жасау керек. Жағдай жасайды да кіріспеу керек ешқандай неге. Жаңағыдай мысалға біз айтып отырық қой, мысалы 16-та 5 қылып қазір көтеріп жіберді. Енді екінші дәреже банкілер бәрі де көтереді қазір. Ал қазір қаражат алу қиын болып қалды, несие алу деген. Түсінесіз бе? Сосын мен мысалға бір товар шығарып отырмын. Ол товар шығарам, мен бардым, мысалы екінші дәреже банктен барып ақша таптым, алдым, қымбат несие алдым да, қымбат пайызбен. Енді товарым шығардым. Енді оны сатуым керек. Сатқанда мен пайызды қайтаруым керек қой, несиені. Сол кезде мен сатқанда маған айтады, сен анадан қарт көтеріп сатуға болмайды саған дейді. Сонда қалай мен жаңағы андай жағдайда несие алып отырмын. Енді товарым сатайын десе, маған айтады, ондай адан артық сатуға болмайды саған. Сонда мен қалай оны кәсіпкерлікті, өндірісті қалай мен оны нетемін, ары қарай дамытамын. Дамыту қиын ғой. Сондықтан да
ең бастысы үкімет, мемлекет өзінің жаңағы несімен кіріспеу керек. Қазақша айтқанда базардан шет жағында жүрміз, қайтайын деп жүрген жігіттеріміз ғой біздер енді. А біздің артымызда інілеріміз қайда? Біздің орнымызды басатын. Соларды ойлайсың да, қайда сол жігіттер, жас жігіттер, өндіріс көздерін ашатын. Ал ол жігіттерге жасау үшін жағдай жасау керек, жағдай. Нұрлан мырза, тұшымды ойыңызға көп рахмет. Еліміздегі тауар өндіруші ретіндегі жиһаз өндіріс саласындағы қызметіңізге толайым табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымда өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта да бизнес секторына қатысты түйткілді мәселелерге тоқталатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.